Алтын ұяң отан қымбат, туып өскен елін қымбат деп біздің Қазыбек би бабамыз айтқандай, елді қорғау, жүрегінде отанына деген шексіз махаббаты бар әрбір ер азаматтың парызы деп білеміз. Біз бүгін Құда қаласа Қарқаралы ауданының жігіттерін әскерге шығарып салып отырмыз. Сонымен қатар сол әскерде бір жыл болып келген жігіттерімізді қарсы алып жатырмыз. Ал жігіттер, бүгін сендерді шығарып салатымыз. Осы отан алдындағы борыштарында аман есен өткеріп келуге тілектеспін. Біздің Қарқаралы ауданының жігіттерінің намысын жерге тастамастан біздің ауданның қандай екенін көрсетіп келулеріңе тілеймін. Құрметті азаматтар, енді мынау әскер алдындағы борышын өтеуге міне кеткелі жатсыңдар. Әрбір азамат болғаннан кейін мынау отан алдындағы борышы дейді, ең бірінші өтеу деген. Енді бізде осы Қарқаралының азаматымыз, бізде сол өздерінің 18-19 жасымызда әскер қатарына алынып, сонау шекара асып, ауған жерінде өзіміздің жауынгерлік борышымызды өтеп келдік. Бұл енді ауған даласында сол жақтан 4 жігіт шейіт болып кетті. Енді қазір бейбіт өмірге кетті, азаған жігіттеріміз кетіп жатыр арамыздан күн санап енді. Енді қазір өзіміздің Қарқаралы ауданымызда 25 ауған соғысының ардагері болсақ, соның 10-ы осы Қарқаралыда тұрақты осы жерде тұрады. Жаңа өздерің көріп өттіңдер. Қарқаралының ардагерлер аллеясы дейді, сол жерге біз осыдан бір жарым жыл бұрын сол қайтыс болған азаматтарға ескерткіш орнатқанбыз. Осы Қарқаралының ауған соғысының ардагерлері, акиматтың көмегі бар, және де осындай шаруа қожалықтары спонсор жасап, осы Қарқаралының елім жерім деп өзім туып өскен жерімдегі патриоттық тәрбиені өздері түсінген білген жігіттер осы азаматтарға өздері көмектесті түгел. Бәрін өз қолымызбен салып шықтық. Жаңа өздерің көрдіңдер, көрсеттік, түсіндірдік, таныстырдық. Енді ол бізге емес, келешекке осы жастарға біле жүрсіндер, патриоттық тәрбие деп. Енді біздің кезімізде 2 жыл әскерде болсақ, соны шекараны асып, қазір 1 жыл деген ол түк емес. Бүгін бардың, ертең қайттың дейді. Так что ақ жол тілеймін, Қарқаралының намысын бермеу керек. Қарқаралының азаматымыз деген ол қай жерге барса да Қарқаралының азаматы болады. Қарқаралы деген өзі киелі жер, қаншама батырлар шығып жатыр, көріп жатсыңдар енді. Тоқтар дос Қарқаралының топырағынан шыққан жігіт. Ол да енді соны ғарышты бағындырып келді өзі. Енді қазір біз енді айтып тұрмыз, ауған ардагерлері деген енді отан соғысының ардагерлері өмірден көбісі қайтып кетті. Қазір ешкім жоқ қой, санаулы енді қазір біз қалдық. Бізден кейінгі енді білесіңдер, 91 жылы тәжік ауған жерінде болып келген азаматтар бар осы Қарқаралыда. Енді олар да аздаған қойдым, енді оны военкоматта учетта тұрғандардан белгілі шығар енді. Сол бізден ізбасарларымыз сол, енді келешек сендердің қолдарында. Келешектен сендерсіңдер. Тек қана аспанымыз ашық болып, егемендік еліміздің көк туы аспанда көгінде желбірей берсін, бейбіт өмір болсын. Енді мына жігітте әскер қатарынан келіп отыр, мұны 1 жыл істеп келдім. Ал жігіттер, енді міне осы 1-2 күнде сендерді әскерге кетейін жатыр екенсіңдер. Мен өзім осы Астана қаласындағы мемлекеттік күзет қызметінде 01-12 айбын президент пультында өз міндетімді атқарып келдім. 1 жыл деген қазір түк емес. 1 жылдың ішінде бәрін үйреніп шығасыңдар. Каждый заттың, уақыттың, каждый секунд, минуттың қадірін білесіңдер, судың қадірін білесіңдер, және де әке-шешенің қадірін түсінесіңдер. Жай-жайдан оны өздерің барғанда өздерің көре жатасыңдар. Ал жігіттерін сендерге тілерім, өз отан алдындағы борыштарында абыроймен өткеріп, аман есен оралып келіңдер, сендерге ақ жол. Ең бастысы берілмеңдер, тайсалмаңдар, мықты болыңдар, шымыр болыңдар. Сол жолдарың болсын. Мен отан алдындағы борышымды аман есен өткеріп келуге, Қарқаралының намысын таптатпауға ант етемін және әскери техникалардың бәрін жаттап келуге ант етемін.